Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бізде жаңартылған білім беру технологиясы пәні, оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер модулі бойынша қалай оқу керектігін үйрену тақырыбында лекция сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың смарт мақсаты сыныпта оқуға үйрететін білім ортасы құру мазмұнын тұжырымдау болып отыр. Сабағымыздың кіріспе ақпараты: біз бірлесіп оқуды үйрену деп түсінетін құбылысты және мұғалім білім алушыларға осындай оқу тетіктерін қалай бере алатынын қарастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың негізгі ақпараты: жалпы оқыту дегеніміз білім алушылардың оқуға қабілетін жақсартуға мүмкіндік беретін педагогикалық тетіктердің бір тұтас кешені. Негізгі педагогикалық тетіктер төмендегідей: бірінші, жүйелі ойлануға үйрету; екінші, тілді, есептеуді жақсы игеру және кеңістіктік ойлау қабілетінің болуы; үшінші, сандық технологиялар саласындағы жоғары құзыреттілік. Екінші негізгі ақпаратымыз: жалпы қалай оқу керектігін үйрену дегеніміз, ол үшін оқуды үйретудің қозғаушы күші метатану болып табылады. Адамдар ойлауға қабілетті және ойлау туралы ойлануға да қабілетті. Метатану деп индивид қалай ойлайтынын, оқитынын диагностикалау ретінде жасай алатын іскерлікті айтамыз. Яғни мұғалімдер өз кезегінде өзінің сабақ беруіне ғана емес, білім алушылардың оқу ептілігін дамытуға назар аударуы тиіс. Сондықтан сіздер болашақ педагог ретінде белсенді оқу ортасын құру шеберлігін үнемі шыңдап отыруларыңыз қажет. Мен сіздерге жалпы белсенді оқу ортасының бойынша стопкады көрсеткім келеді. Бұл жерде белсенді оқу ортасын құруда оқушылар, яғни шәкірттер өздерін сабақта жайлы, қолайлы сезіну керек және әркімнің өзіндік пікірі тақырып бойынша талқылануы шарт. Және де әрбір шәкірт сабақ процесінде мадақталуы, ынталандырылуы тиісті деп есептейміз. Осы кезде мұғалім қолайлы оқу ортасын құра алады бірлесіп. Сабағымыздың негізгі үшінші ақпараты сыныпта оқуға үйрететін білім ортасын құруды айқындайтын негізгі фактор мыналар. Біріншіден, мұғалімнің балалардың қалай оқитынын түсінуі; екінші, нені оқыту керектігін түсінуі; үшінші, оқу процесін қалай құрылымдау туралы ұғымның қалыптасуы; және төртінші, оқу нәтижелілігін бағалау мүмкіндігін игеруі. Егер де жаңағындай осы оқу ортасын құру кезінде осы төрт негізгі фактор жүзеге асырылса, нәтижесінде білім алушылар отбасы тарапынан қолдау тауып, мектептің ішінде және одан да тыс жерлерде олардың оқу әлеуеті артады деп сеніммен айтуға болады. Енді сабағымыздың жалпы ой сергегіне назар аударайық, студенттер. Экранда көріп отырғандай, бірлік, күш, желтоқсан, қалтырау, жүзім. Осы сөздерді оқимыз және де сұрақ: аталған сөздерді не байланыстырып тұр? Ойланып көрейік. Ендеше студенттер, жауабы: бұл сөздерді байланыстырып тұрған сөз ол сан. Яғни бірлік дегенде бір, күш дегенде үш, желтоқсан дегенде 90, қалтырау сөзінде 6 саны, жүзім дегенде 100. Яғни болашақ педагог ретінде сіздердің сабақтарыңызда міндетті түрде оқушыға белсенді оқу ортасын құру үшін іс-әрекеттер түрлендіріліп отыруы қажет. Сабағымыздың негізгі төртінші ақпараты: жалпы білім алушылардың алған ақпаратты есте сақтауының орташа пайызы төмендегідей: 10% дәріс,
20% аудиовизуалды қабылдау, 30% көрсетілім, 50% талқылау, 75% тәжірибеде жасау, 90% өзгелерді оқыту. Бұдан шығатын тұжырым студенттер, жалпы егер де оқушы іс-әрекетті өзі жасайтын болса, есте сақтау қабілетінің жоғары екенін байқауға болады. Бұл зерттеу ұлттық оқу зертханаларының жүргізген Беффел-Менштадты, яғни ақш-та жүргізілген зерттеу нәтижесі осындай көрсеткіш беріп отыр. Сабағымыздың 5-ші ақпараты өзіндік мақсатты қалыптастыруға арналған жағдайлар. Мұғалім білім алушылардың зер салып тыңдауын сақтап қалу мақсатында сыныпта орындалатын жұмысты түрлендіріп отыруы шарт деп айтқан болатынбыз. Ол үшін өзіндік мақсат және ішкі уәж деп аталатын қасиеттердің болуына мұғалім жағдай жасауы тиіс. Нәтижесінде білім алушыларда сабақ процесінде алаңдау, зерігу пайызы төмендейді. Бүгінгі сабағымызда біз қарастырған ақпараттар осындай болды. Бірінші, негізгі педагогикалық тетіктерді анықтадық. Екінші, қалай оқу керектігін үйрену бойынша ақпарат алдық. Үшінші, сыныпта оқуға үйрететін білім ортасын құруды айқындайтын факторлармен таныстық. Төртіншіден, білім алушылардың алған ақпаратты есте сақтауының орташа пайызын көрдік. Бесіншіден, өзіндік мақсатты қалыптастыруға арналған жағдайлармен таныстық. Бүгінгі сабағымыздың қорытынды тұжырымы осындай студенттер. Егер де білім алушы оқу процесіне белсенді қатысқанда ғана материалды терең меңгереді. Егер оқу процесі білім алушы мен оқу материалын жалғастыратын көпір салуға негізделсе, онда осы процесті үйлестіретін мұғалімдер көпірдің екі жағында қадағалай білуі тиіс. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін.